Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Менің аты жөнім Ермек Жүнісов. Автокөлік мектеп саласында құдай берсе биыл 30 жыл болады екен жұмыс істеп жатқаныма. Сондықтан сіздерге біраз кеңестермен бөліскім келіп еді. Кеңес деп айтуға да болады, жай ғана әңгіме деп айтуға болады. Бұл видеоны жазып жатқан себебім көп жүргізушілердің жіберетін қатесі соны болдырмау. Сол себепті мен осы видеоны жазып жатқан едім. Енді қандай көлік жүргізушілері қателіктер жасап жатады. Енді мен басқа қалаларға ештеңе деп айта алмаймын. Жалпы қазір айтып отырғаным осы Алматы қаласы. Алматы қаласы Қазақстан Республикасы бойынша ең апатқа түсетін қала. Ең жаңағы жол жүру ережесін бұзатын қала және апатқа көп түсетін қала. Және Алматы облысы. Бұған не дейсіз ғой? Не себепті? Бірінші себеп ол көліктің көптігінен. Көлік өте көп бұл жерде, жолға сыймайды, сонан кейін қысылысып жүргеннен кейін сондай дүниелер болады. Екінші мәселе ол енді біздің жүргізушілерді өздері мойындап жатар, жол қозғалыс мәдениетінің төмендігі. Бір-біріне жол бергісі келмейді, озып кеткісі келеді, бәрі алдына шығып кеткісі келеді деген сияқты аз да болса да бір шыдамсыздықтың салдарынан да болады. Содан кейін тағы үшінші мәселе ол жол жүру ережесін не себепті бұзады деген келетін болсақ, неге қателіктер жасайды десек, оған негізгі оған мәселе ол жол жүру ережесін жақсы меңгермегендіктен. Қандай қателіктер жіберіп жатады біздің көлік жүргізушілері? Ол маневр жасауда. Маневр деген естулеріңіз бар, білесіздер. Ол орнынан қозғалған кезде, орнына жүріп келеді тоқтаған кезде, немесе бір жолақтан бір жолаққа ауысқан кезде, сондай кездерде біздікі поворот жағу деген мәселені ұмытып кетеді. Мүмкін білмейді, ол да мүмкін. Тоқтап жатқан кезде аварийка жағып жатады, мысалы үшін. Енді жол жүру ережесіне көз жүгіртетін болсақ, тоқтаған кезде біз поворот жағады екенбіз. Оның не себебі екенін егер сіздер мына экранна көріп тұрған нені көріп тұрсыздар ғой, ол біздің Инстаграм парақшасы, және одан басқа да номерлер бар, телефон көрсетілген номерлер. Осы номерлерге хабарлассаңыздар, біздің менеджерлер сіздерге айтып түсіндіреді. Ол жерде нені түсіндіреді? Біздің курстар қанша тұрады, қай жерде ол курстар дегенімізде онлайн немесе офлайн ретінде жүреді. Онлайн деген ол компьютер арқылы сіздер қашықтықтан оқисыздар. Қазақстанның түкпір-түкпірінде тұрсаңыздар, басқа шетелде оқысаңыздар, бәрібір интернет болса болды, солай хабарласуға болады, солай оқуға болады. Екіншісі ол офлайн, ол осы отырған помещение, осы кабинеті, осы кабинетте тікелей сіздермен көзбе-көз отырып сабақ өтеміз. Енді оның артықшылығы бар, себебі біз бір-бірімізбен қарым-қатынаста боламыз, сұрақтар қоямыз деген сияқты. Бірақ онлайнның да қиын ештеңкесі жоқ. Онлайнда да қазір соған үйренуіміз керек бәріміз. Онлайн сабақта да дәл осылай өтеді. Қазір мені қалай көріп отырсыздар, солай көресіздер. Ол жерде де сіздер сұрақты қойсаңыздар болады, өйткені ол жерде өзіміздің чатымыз болады WhatsApp желісінде. Сондықтан олай да оқуға болады. Біздің оқуда қазақша, орысша екі тілде өтеміз. Бұл сабақта жаңағы бастапқыда айтып кеттім ғой, жүргізушілердің қандай қателіктері. Ол қателіктерді болдырмаудың алдын алу біздің негізгі мақсатымыз. Оған енді себебі, жаңа айттым ғой, енді үш нәрсені. Содан кейін сол жас жүргізушілер, мысалы жаңадан үйреніп жүргендер, олар енді қайда қарайды, кімнен үйренгісі келеді? Жан жаққа қарайды, солай емес пе? Жан жақта көлік жүргізушілері жаңа басында айтып кеттім ба, білмедім. Айта кетейін тағы да, жүргізушілердің 80%-ы ренжімесін дұрыс жүрмейді. Дұрыс жүрмейді деген ол қарапайым адам көзімен ол байқалмайды. Егер сіз деген маман болсаңыз, осы салада жұмыс істесеңіз, оның жік-жігін бөле білсеңіз, ғылыми түрде мағынасын түсінсеңіз, онда бұл жүргізушілердің қаншалықты қате жіберіп отқанын байқайсыз. Енді жүргізушілер қателік жасайды, 100 рет жасайды, 101-ші рет бірдеңе ұрынып қалуы мүмкін, біреуді сырып кетуі мүмкін. Немесе Құдай сақтасын, адамды да соқып кетуі мүмкін.
негізі ол қайдан болады? Негізі көлік апаты деген Қазақстан Республикасы бойынша Алматы қаласы мен Алматы облысында ең көбі. Себебі бұл жерде машина көп деп жатырмыз. Бұл жақта өте тығыз орналасқан, машиналар бір-біріне жақын жүреді. Ара қашықтық сақтау қиын, бүйірдегі қашықтықты сақтау қиын деп жатады да. Соғылып қалса бір-бірін кінәлап жатады. Бұл жерде есімізде болсын, егер біз біреумен соқтығысып қалып жатсақ, бұл жерде өзімізді бірінші кінәлауымыз керек. Неге ол мені соғып кетті, немесе мен неге оны соғып кеттім деген сұрақты өзіміз қоюымыз керек. Енді мысал үшін айтайықшы, сіз келе жатырсыз, тып-тыныш, ешкімге тимей, алдыңыздағы ара қашықтықты сақтап келе жатырсыз. Бірақ артыңызда біреу жабысып алған. Сондай болады енді. Ренжімеңіз бұл сөзге. Арт жаққа өте жақын, жарты метрдей қашықтықта келе жатады. Сіз оны айнаңыздан байқайсыз, айнаңыздан байқайсыз, жаныңыздағы айнадан байқайсыз. Қарасаңыз, ол деген сәл-сәл сол жақтан бірақ тақалып келе жатыр. Неге олай? Ол ойы сізді озып кеткісі келеді, бірақ озуға мүмкіндік болмайды. Ол көт тақала береді. Ол тақалған кезде көбінесе мына жанындағы айнасына қарай береді. Сол кезде сіз деген алдындағы көлік тоқтап қалып, сізді тормозды басып қалсаңыз, артыңдағы машина міндетті түрде келіп соғады. Сол үшін не істеу керек ондай жағдайда? Ондай жағдайда сіз алдыңыздағы көліктен алысырақ жүруіңіз керек. Алысырақ жүру деген это бір машина сыймайтындай қашықтық. Егер машинаңыздың ұзындығы 4, мысалы үшін 5 метр болса, 3 метр ұстаңыз. Оны енді келешекте біздің сабаққа келсеңіз үйретеміз, ол қашықтықты қалай сақтау. Қашықтықты біз метрмен деп айтқанмен, негізі секундпен сақтаймыз. Ол секундпен қалай сақтау, оның бәрі енді ғылыми түрде зерттелген, талай айтылған. Соны біздің сабақтарға келсеңіз, сіздерге айтып отырамыз. Және біздің жүргізушілердің жіберетін қателері мына бұрылыстарда оңға солға бұрылған кезде, көбінесе солға бұрылған кезде сәл-сәл арт жақ дөңгелегі қарама-қарсы бағытты басып өтеді. Оны өзі байқамауы мүмкін, өйткені алдыңғы адам байқайды, артқы дөңгелек байқамайды. Сондай қателер бар. Ол жерде де бір күні өтеміз, келесі күні біреумен соқтығысып қалуымыз мүмкін, арт жақ дөңгелек, арт жақ крыло тиіп кетуі мүмкін деген сияқты. Одан басқа тағы бір мәселе, көп жүргізушілер ортада тұрған айнаға мүлде қарамайды. Артқы әйнегінен байқауға болады, артқы әйнегі кір болады, тазаланбаған, қар басып қалған. Онда жүргізушілер ойлайды, мен жанымдағы екі жақ айнама қарап жүре беремін дейді. Есімізде болсын, жанымыздағы бүйірдегі айналарымыз ол алдамшы дейміз. Өйткені ол айнаға қыс қарасаңыз, алыстағы көлікті байқайсыз. Тура жаныңызда келетін көлікті байқамай қаласыз. Ол деген соқыр аймақ деп аталады. Сол соқыр аймақ болмау үшін үнемі мына айнаға көбірек қарау керек деп біз айтып жатамыз. Ол да бір өнер. Негізі көлікті жүргізудің өзі бір өте бір үлкен өнер. Өнер деген жаңағы музыка емес, енді сахна емес, басқа да нәрсе емес қой. Енді ол қол өнері деп атамыз, тағы басқа өнер дейміз ғой. Сол көлік жүргізудің өзі ол да бір үлкен бір талантқа жатады. Талантты адам дейміз ғой, мысалы үшін. Жалпы адамдар, ақылды адамдар бар ғой, талантты адамдар бар. Олар барлық жағынан талантты. Ондай адам жүргізгені де автомобильді дәл солай жүргізеді. Бірақ енді бес саусақ бірдей емес дегенде арамызда бар ғой жаңағы адамдар. Өйткені жүргізуші болудың өзі ол бәріне бірдей маңдайына жазбаған. Біреулер деген туа біте сондай жүргізуші болады. Жаңағы кішкентай бала ойнап отырғанда қарасаңыз, ойыншықпен ойнап отырды ғой машинамен. Сол кезде қарасаң, ойнап отырған өзі қарап отырсаң, алдыға арт жаққа жүріп, жаңағы өз ішімен көзін елестетіп жүріп келе жатқан сияқты. Сол баладан жақсы жүргізуші шығады. Өйткені ол бәрін ойлап істейді. Енді бәрібір де емеспіз ғой. Біреу деген ол қыз балалар дейік, қыздардың ішінде тек қыздар деп айтпайық, ұлдар да бар, еркек адамдар да бар. Машинаға икеміз жоқ. Бірақ енді өмір болғаннан кейін керек, жаяу жүргіміз келмейді. Машинасыз ештеңке бітпейді, шаруамыз. Бәріміз айдағымыз келеді, дұрыс, бәрімізді айдайық. Ағайынның бәрі машина айдап, жағдай болған бәрімізге де жақсы ғой. Содан сырттан келіп отқан көліктер, біз Алматы облысында да апат көп деп отырмыз ғой. Олар деген жалпы Алматы облысы емес, Алматының осы төңірегі ғой. Егер біз Алматының алыс аудандарын алып қарасақ, оларға қатысты емес. Ең жақын, осы Алматыға тақалып тұрған Талғар ауданы, Қарасай, Іле деген сияқты еңбекші қазақ аудандар. Солар қалаға жақын болғаннан кейін не істейді? Көпшілік қалаға келеді. Енді амал жоқ, қалаға келіп жаңа такси боламын дейді.
бірақ такси болғанда да жігіттер ойлану керек. Өйткені адамды тасу деген ол өте қиын нәрсе, иә. Ең қауіпті тасымалдау ол жаңа адам тасымалдау, иә. Сондықтан біріншіден көлікті дұрыс жүргізіп үйренейік. Сондықтан ағайын, ренжімеңіздер айтып жатқан, егер қатты айтып жатсам. Сондықтан сіздерге айтарым. Мен осы қарап жүрсеңдер, YouTube каналға, немесе қазір көрсетіп тұрған YouTube каналы болмаса, немесе Instagram парақшамны экраннан байқайсыздар, қазір телефон хабарласаңыздар. Бұл жерде біз деген мен өзім сабақ жүргізіп отырам, осылай керекті кеңес беріп отырам, қарай жүріңіздер. Солай біз деген менің негіз мақсатым не дейсіз ғой? Менің мақсатым бәрі дұрыс жүрсе екен деймін. Дұрыс жүрсе, маған да жақсы, сізге де жақсы, да. Ешкімнің жүйкесін тоздырмай, жақсы, машина айдағанда адам ләззат алу керек та, ол көліктен. Рахаттанып жүру керек та. Егер ол деген әр жерде әркім жүйкесін тоздыра беретін болса, жанындағы көліктер, сол жаман. Негізі біз енді автокөлікті үйрететін мектеппіз ғой. Біз жастарды үйретеміз. Не только жастар, кім бізге оқиды, бәрін үйретеміз ғой. Сол жерде ең қиын нәрсе не дейсіз ғой? Айтып жатады, парковка дейді. Парковка қиын емес, 5-ақ минут. Сеніңіздер, 5-ақ минут үйренесіздер. Ең қиыны осы маневр жасау. Біз маневр жасайық деп алдын ала көзімізді жеткізіп қарап, поворотымызды жағып шайық десек, артымыздағы поворотты жақпайды, бізді кеп қыса бастайды, газ басып бізді жібермейді. Сондай тәртіпсіздіктер жасап жатады. Біздің машинамыздың артында жазылған рульда курсант деп, соны оқи да білуіміз керек. Көп жүргізушілер соны көрмейтін шығар деймін да. Егер жүргізуші сондай бір жазуларды көрмейтін болса, яғни ол машинаның ар жағындағы адамды да көрмейтін сөз, басқа бір қауіпті нәрсені де көрмейді деген сөз. Сондықтан кішкене абай болайық, оқып үйренейік. Егер жүргізуші болып машина айдап жүріп, егер сіз машинаңызды ысырып алған, немесе полиция ұстап жаңағы айыппұл төлетіп жүрген кездеріңіз болса, ұялмаңыздар. Онда тұрған ешқандай ұят жоқ. Хабарласыңыздар. Сіз біз деп кішкене біраз оқып үйренейік. Одан артықшылық жоқ. Мен өзім әлі күнге дейін оқимын, сабақтарға қатысамын. Енді бұл правила емес, басқа жағын айтамын да, мысалы. Басқа өзім қызығатын салаларым көп қой. Сол салаларға, мысалы, білмеймін ғой мен. Ол саланы қызығам, бірақ білмеймін, оның маман емеспін. Сондықтан мен сол салаларға курстарына қатысамын, жазыламын, оқимын. Сондықтан сіздер де оқыңыздар. Мен сіздерді күтемін. Ал енді ондай болса, қош сау болып тұрыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Менің аты жөнім Ермек Жүнісов. Автокөлік мектеп саласында Құдай берсе биыл 30 жыл болады екен жұмыс істеп жатқаныма. Сондықтан сіздерге біраз кеңестермен бөліскім келіп еді. Кеңес деп айтуға да болады, жай ғана әңгіме деп айтуға болады. Бұл видеоны жазып жатқан себебім көп жүргізушілердің жіберетін қатесі соны болдырмау. Сол себепті мен осы видеоны жазып жатқан едім. Енді қандай көлік жүргізушілері қателіктер жасап жатады. Енді мен басқа қалаларға ештеңе деп айта алмаймын. Жалпы қазір айтып отырғаным осы Алматы қаласы. Алматы қаласы Қазақстан Республикасы бойынша ең апатқа түсетін қала. Ең жаңағы жол жүру ережесін бұзатын қала, және апатқа көп түсетін қала. Және Алматы облысы. Бұған не дейсіз ғой, не себепті? Бірінші себеп ол көліктің көптігінен. Көлік өте көп бұл жерде, жолға сыймайды, сонан кейін қысылысып жүргеннен кейін сондай дүниелер болады. Екінші мәселе ол енді біздің жүргізушілерді өздері мойындап жатар, жол қозғалыс мәдениетінің төмендігі. Бір-біріне жол бергісі келмейді, озып кеткісі келеді, бәрі алдына шығып кеткісі келеді деген сияқты аз да болса да бір шыдамсыздықтың салдарынан да болады. Содан кейін тағы үшінші мәселе ол жол жүру ережесін не себепті бұзады деген келетін болсақ, неге қателіктер жасайды десек, оған негізгі оған мәселе ол жол жүру ережесін жақсы меңгермегендіктен. Қандай қателіктер жіберіп жатады біздің көлік жүргізушілері? Ол маневр жасауда. Маневр деген естулеріңіз бар, білесіздер. Ол орнынан қозғалған кезде, орнына жүріп келеді тоқтаған кезде, немесе бір жолақтан бір жолаққа ауысқан кезде,
Сондай кездерде біздікі жаңағы поворот жағу деген мәселені ұмытып кетеді. Мүмкін білмейді де, ол да мүмкін. Тоқтап жатқан кезде аварийка жағып жатады, мысалы үшін, енді жол жүру ережесіне көз жүгіртетін болсақ, тоқтаған кезде біз поворот жағады екенбіз. Оның не себебі екенін, егер сіздер мына экраннан көріп тұрған нені көріп тұрсыздар ғой, ол біздің Instagram парақшасы, және одан басқа да номерлер бар, телефон көрсетілген номерлер. Осы номерлерге хабарлассаңыздар, біздің менеджерлер сіздерге айтып түсіндіреді. Ол жерде нені түсіндіреді? Біздің курстар қанша тұрады, қай жерде ол курстар дегенімізде онлайн немесе офлайн ретінде жүреді. Онлайн деген ол компьютер арқылы сіздер қашықтықтан оқисыздар. Қазақстанның түкпір-түкпірінде тұрсаңыздар, басқа шетелде оқысаңыздар, бәрібір интернет болса болды, солай хабарласуға болады, солай оқуға болады. Екіншісі ол офлайн, ол осы отырған помещение, осы кабинеті, осы кабинетте тікелей сіздермен көзбе-көз отырып сабақ өтеміз. Енді оның артықшылығы бар, себебі біз бір-бірімізбен қарым-қатынаста боламыз, жаңағы сұрақтар қоямыз деген сияқты. Бірақ онлайнның да қиын ештеңкесі жоқ. Онлайнда да қазір соған үйренуіміз керек бәріміз. Онлайн сабақта да дәл осылай өтеді. Қазір мені қалай көріп отырсыздар, солай көресіздер. Ол жерде де сіздер сұрақты қойсаңыздар болады, өйткені ол жерде өзіміздің чатымыз болады WhatsApp желісінде. Сондықтан олай да оқуға болады. Біздің оқуда қазақша, орысша екі тілде өтеміз. Бұл сабақта жаңағы бастапқыда айтып кеттім ғой, жүргізушілердің қандай қателіктері. Ол қателіктерді болдырмаудың алдын алу біздің негізгі мақсатымыз. Оған енді себебі, жаңа айттым ғой, енді үш нәрсені. Сонан кейін сол жас жүргізушілер, мысалы жаңадан үйреніп жүргендер, олар енді қайда қарайды, кімнен үйренгісі келеді? Жан жаққа қарайды, солай емес пе? Жан жақта көп жүргізушілері жаңа басында айтып кеттім ба, білмедім. Айта кетейін тағы да, жүргізушілердің 80%-ы ренжімесін дұрыс жүрмейді. Дұрыс жүрмейді деген ол қарапайым адам көзімен ол байқалмайды. Егер сіз деген маман болсаңыз, осы салада жұмыс істесеңіз, оның жік-жігін бөле білсеңіз, ғылыми түрде мағынасын түсінсеңіз, онда бұл жүргізушілердің қаншалықты қате жіберіп отқанын байқайсыз. Енді жүргізушілер қателік жасайды, 100 рет жасайды, 101-ші рет бірдеңе ұрынып қалуы мүмкін, біреуді сырып кетуі мүмкін, немесе Құдай сақтасын, адамды да соғып кетуі мүмкін. Негізі ол қайдан болады? Негізі көлік апаты деген Қазақстан Республикасы бойынша Алматы қаласы мен Алматы облысында ең көбі. Себебі бұл жерде машина көп деп жатырмыз, бұл жақта өте тығыз орналасқан, машиналар бір-біріне жақын жүреді, ара қашықтық сақтау қиын, бүйірдегі қашықтықты сақтау қиын деп жатады. Соғылып қалса бір-бірін кінәлап жатады. Бұл жерде есімізде болсын, егер біз біреумен соқтығысып қалып жатсақ, бұл жерде өзімізді бірінші кінәлауымыз керек. Неге ол мені соғып кетті, немесе мен неге оны соғып кеттім деген сұрақты өзіміз қойымыз керек. Енді мысал үшін айтайықшы, сіз келе жатырсыз, тып-тыныш, ешкімге тимей, алдыңыздағы ара қашықтықты сақтап келе жатырсыз. Бірақ артыңызда біреу жабысып алған. Сондай болады енді. Ренжімеңіз бұл сөзге. Арт жаққа өте жақын, жарты метрдей қашықтықта келе жатады. Сіз оны айнаңыздан байқайсыз, айнаңыздан байқайсыз, жаныңыздағы айнадан байқайсыз. Қарасаңыз, ол деген сәл-сәл сол жақтан бірақ тақалып келе жатыр. Неге олай? Ол ойы сізді озып кеткісі келеді, бірақ озуға мүмкіндік болмайды. Ол көт тақала береді. Ол тақалған кезде көбінесе мына жанындағы айнасына қарай береді. Сол кезде сіз деген алдындағы көлік тоқтап қалып, сізді тормозды басып қалсаңыз, артыңдағы машина міндетті түрде келіп соғады. Сол үшін не істеу керек ондай жағдайда? Ондай жағдайда сіз алдыңыздағы көліктен алысырақ жүруіңіз керек. Алысырақ жүру деген это бір машина сыймайтындай қашықтық. Егер машинаңыздың ұзындығы 4, мысалы үшін 5 метр болса, 3 метр ұстаңыз. Оны енді келешекте біздің сабаққа келсеңіз үйретеміз, ол қашықтықты қалай сақтау. Қашықтықты біз метрмен деп айтқанмен, негізі секундпен сақтаймыз. Ол секундпен қалай сақтау, оның бәрі енді ғылыми түрде зерттелген, талай айтылған. Соны біздің сабақтарға келсеңіз, сіздерге айтып отырамыз. Және біздің жүргізушілердің жіберетін қателері мына бұрылыстарда, оңға солға бұрылған кезде, көбінесе солға бұрылған кезде сәл-сәл арт жақ дөңгелегі қарама-қарсы бағытты басып өтеді.
оны өзі байқамауы мүмкін. Өйткені ол алдыңғы адам байқайды, артқы дөңгелек байқамайды. Сондай қателер бар. Ол жерде де бір күні өтеміз, келесі күні біреумен соқтығып қалуымыз мүмкін. Арт жақ дөңгелек, арт жақ крыло тиіп кетуі мүмкін деген сияқты. Одан басқа тағы бір мәселе, көп жүргізушілер ортада тұрған айнаға мүлде қарамайды. Артқы әйнегінен байқауға болады, артқы әйнегі кір болады, тазаланбаған, қар басып қалған. Онда жүргізушілер ойлайды, мен жанындағы екі жақ айнама қарап жүре беремін дейді. Есімізде болсын, жанымыздағы бүйірдегі айналарымыз ол алдамшы дейміз. Өйткені ол айнаға қыс қарасаңыз, алыстағы көлікті байқайсыз. Айды тура жаныңызда келетін көлікті байқамай қаласыз. Ол деген соқыр аймақ деп аталады. Сол соқыр аймақ болмау үшін үнемі мына айнаға көбірек қарау керек деп біз айтып жатамыз. Ол да бір өнер. Негізі көлікті жүргізудің өзі бір өте бір үлкен өнер. Өнер деген жаңағы музыка емес, енді сахна емес, басқа да нәрсе емес қой. Енді ол қол өнері деп атамыз, тағы басқа өнер дейміз ғой. Сол көлік жүргізудің өзі ол да бір үлкен бір талантқа жатады. Талантты адам дейміз ғой, мысалы үшін. Жалпы адамдар, ақылды адамдар бар ғой, талантты адамдар бар. Олар барлық жағынан талантты. Ондай адам жүргізгені де автомобильді дәл солай жүргізеді. Бірақ енді бес саусақ бірдей емес дегенде арамызда бар ғой жаңағы адамдар. Өйткені жүргізуші болудың өзі ол бәріне бірдей маңдайына жазбаған. Біреулер деген туа біте сондай жүргізуші болады. Жаңағы кішкентай бала ойнап отырғанда қарасаңыз, ойыншықпен ойнап отыр ғой машинамен. Сол кезде қарасаң, ойнап отырған өзі қарап отырсаң, алдыға, арт жаққа жүріп, жаңағы өз ішімен жаңағы көзін елестетіп жүріп келе жатқан сияқты. Сол баладан жақсы жүргізуші шығады. Өйткені ол бәрін ойлап істеп жатыр. Енді бәрібір де емеспіз ғой. Біреу деген ол қыз балалар дейік, қыздардың ішінде тек қыздар деп айтпайық, ұлдар да бар, еркек адамдар да бар. Машинаға икеміз жоқ. Бірақ енді өмір болғаннан кейін керек, жаяу жүргіміз келмейді. Машинасыз ештеңке бітпейді, шаруамыз. Бәріміз айдағымыз келеді, дұрыс, бәрімізді айдайық. Ағайынның бәрі машина айдап, жағдай болған бәрімізге де жақсы ғой. Содан кейін сырттан келіп отқан көліктер, біз Алматы облысында да апат көп деп отырмыз ғой. Олар деген жалпы Алматы облысы емес, Алматының осы төңірегі ғой. Егер біз Алматының алыс аудандарын алып қарасақ, оларға қатысты емес. Ең жақын, осы Алматыға тақалып тұрған Талғар ауданы, Қарасай, Іле деген сияқты еңбекші қазақ аудандар. Солар қалаға жақын болғаннан кейін не істейді? Көпшілік қалаға келеді. Енді амал жоқ, қалаға келіп жаңа такси боламын дейді. Бірақ такси болғанда да жігіттер ойлану керек. Өйткені адамды тасу деген ол өте қиын нәрсе. Ең қауіпті тасымалдау ол жаңа адам тасымалдау. Сондықтан біріншіден көлікті дұрыс жүргізіп үйренейік. Сондықтан ағайын, ренжімеңіздер айтып жатқан, егер қатты айтып жатсам. Сондықтан сіздерге айтарым. Мен осы қарап жүрсеңдер, YouTube каналға, немесе қазір көрсетіп тұрған YouTube каналы болмаса, немесе Instagram парақшам, экраннан байқайсыздар, қазір телефон хабарласаңыздар. Бұл жерде біз деген мен өзім сабақ жүргізіп отырамын, осылай керекті кеңес беріп отырамын, қарай жүріңіздер. Солай біз деген менің негіз мақсатым не дейсіз ғой? Менің мақсатым бәрі дұрыс жүрсе екен деймін. Дұрыс жүрсе, маған да жақсы, сізге де жақсы да. Ешкімнің жүйкесін тоздырмай, жақсы, жаңағы машина айдағанда адам ләззат алу керек та ол көліктен. Рақаттанып жүру керек та. Егер ол деген әр жерде әркім жүйкесін тоздыра беретін болса, жанындағы көліктер, сол жаман. Негізі біз енді автокөлікті үйрететін мектеппіз ғой. Біз жастарды үйретеміз. Не только жастар, кім бізге оқиды, бәрін үйретеміз ғой. Сол жерде ең қиын нәрсе не дейсіз ғой? Айтып жатады, парковка дейді. Парковка қиын емес. 5-ақ минут. Сеніңіздер, 5-ақ минут үйренесіздер. Ең қиыны осы маневр жасау. Біз маневр жасайық деп алдын ала көзімізді жеткізіп қарап, поворотымызды жағып шайық десек, артымыздағы поворотты жақпайды, бізді кеп қыса бастайды, газ басып бізді жібермейді. Сондай тәртіпсіздіктер жасап жатады. Біздің машинамыздың артында жазылған рульда курсант деп, соны оқи да білуіміз керек. Көп жүргізушілер соны көрмейтін шығар деймін да. Егер жүргізуші сондай бір жазуларды көрмейтін болса, яғни ол машинаның ар жағындағы адамды да көрмейтін сөз, басқа бір қауіпті нәрсені де көрмейді деген сөз. Сондықтан кішкене абай болайық, оқып үйренейік. Егер жүргізуші болып машина айдап жүріп, егер сіз машинаңыз сырып алған немесе полиция ұстап жаңағы айыппұл төлетіп жүрген кездеріңіз болса,
ұялмаңыздар, онда тұрған ешқандай ұят жоқ, хабарласыңыздар, біраз сіз біз деп кішкене біраз оқып үйренейік, одан артықшылық жоқ. Мен өзім әлі күнге дейін оқимын, сабақтарға қатысамын, енді бұл правило емес, басқа жағын айтамын да, мысалы басқа өзім қызығатын салаларым көп қой, сол салаларға мысалы білмеймін ғой, мен ол саланы қызығамын, бірақ білмеймін, оның маманы емеспін. Сондықтан мен сол салаларға курстарына қатысамын, жазыламын, оқимын. Сондықтан сіздер де оқыңыздар, мен сіздерді күтемін. Ал енді ондай болса, қош сау болып тұрыңыздар.